Түсіне алмай, енді мен сені барамын, өшіре алмай сені түбімнен санамын. Барлықтарына сәлем, сендермен бірге. Сапиолда, қалайсыңдар? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоны өздеріңіз байқап отырғандай, мен өзімнің сүйікті кітаптарыма арнағым келеді. Маған пайдасын тигізген, маған реально көмектескен, және менің ойымша адамды реально өзгертетін кітаптар туралы айтқым келеді. Және егер сіз оқығанға кітап таппай жүрсеңіз, қандай кітап алам деп ойланып жүрсеңіз, бүгінгі менің рекомендациям сізге пайдасын тигізері анық. Уақыт кетірмейік, бастайық. Ең алдымен айтарым, мен кітап оқығанды өте қатты жақсы көремін. Бала кезімнен бері кітап оқимын. Кейбір адамдар ойлайды, кітап оқыған ол білімділік деп ойлайды да, қайдағы жоқ бір сумерки, Гарри Поттер деген бірдеңелерді оқиды, бірақ та ондай кітапты оқыдың не, немесе бір сериал көрдің не, менің ойымша оның барлығы бір уақытты босқа кетірудің бір түрі. Адам тұлғалық дамуына, саморазвитиясына көмектеседі. Реально адамға пайдасын тигізетін кітаптарды алу керек. Сонымен бастайық. Маған самый ұнаған кітаптар. Қайсынан бастаймын? Даже дофига сыр. Шынымды айтайын, бұл жерде бүкіл кітаптар менікі емес. Мен қазір достарыммен бірге тұрып жатырмын. Олар да осындай саморазвитие туралы кітаптарды оқығанды жақсы көреді. Және мынаның ішінде кейбір кітаптар солардікі. Жаңа айттым ғой, мен әңгіме кітаптар мүлдем оқымаймын деп. Бірақ та бір кітапқа менде исключение бар. Ол мына кітап. Самый богатый человек, Самый богатый человек в Вавилоне деген кітап. Өзі өте кішкентай. Мен кітабым емес, Жандос деген менің досымның кітабы, жаңа айттым ғой, соның кітаптары жатыр деп. Мен бұл кітапты аудио книга ретінде оқығам. Мен кем дегенде 7 рет оқыдым, наверное, одан да көбірек оқыған шығармын. Самый сүйті бұл кітаптың ақшаны сақтау туралы. Бұл кітап негізінде көп бөліктерде тұр. Әр бөлікте бір отдельный история айтылады. Бір бөлікте мысалы ақшаны сақтау туралы болса, екінші бөлікте адамға қарыз қалай беру керек, сол туралы айтылады. Егер сен уже өзің қарызға батсаң, ол қарызды қайтып жабу керек. Қандай тәсілмен жабу керек, сол туралы ішінде неше түрлі оқиғалар бар. Бұл негізінде бұл кітапта барлығы притча түрінде айтылған, әңгіме түрінде. Бұл менің самый жақсы көрді кітабым. Бұл кітап мен бұдан артық керемет кітап оқыған жоқпын. Так что барлықтарыңызға кеңес беремін. Самый богатый человек в Вавилоне деген кітап. Так, келесі кітап. Міне мына кітап, егер сен мына кітапты оқысаң, мына кітап сенің сознанияңды точно ауыстырады. Самый популярный кітап Стивен Ковидің. 7 навыков высокоэффективных людей деп айтылады. Қазір мен сіздерге қысқаша түсіндіріп берейін бұл кітаптың мағынасын. Бұл кітап адамға өз-өзін тануды үйретеді. Яғни барлығымыз бұл өмірге келдік, Алла Тағала бәрімізді жаратты, бірақ та әр қайсымыздың өмір сүруіміздің өзінің бір себепкері бар. Ол ешкімдікіне ұқсамайды. Әр қайсының бөлек бір себебі бар. Әр қайсымызда ерекше талант бар, ерекше қабілет бар. Барлықтарымыздың былайша айтқанда өмір сүруіміздің бір миссиясы бар. Және осы кітап адамға сол миссияны анықтауды үйретеді. Яғни сен не үшін бұл өмірге келдің, не істеу керексің. Былайша айтады ғой, адам успешный болу үшін ол пландау керек. Ол өмірін план жасау керек, өмірінде жоспар жасау керек, армандар тақтасын жасау керек, ананы жасау керек, мынаны жасау керек деген нәрсе бар, иә? Жақсы. Егер адам өзінің миссиясын білмесе, адам бұл өмірде не үшін өмір сүріп жүргенін білмесе, ол хоть өмірін 10 жылға пландаса да, ол бессмысленный план. Сенің бойында музыкаға бір қасиет бар, иә? А сен оны білмейсің. И сенің өмірлік планыңды бухгалтер болуға арнайсың, мысалы бухгалтер болу деген, бірақ та 30-40 жыл өтеді, сен база жоқ самый күшті бухгалтер боласың, бірақ та ол сенікі емес, сен не үшін онда өмір сүрдің былайша айтқанда. Егер сенің ішіңізде бір тұлға болмаса, сіз өзіңіздің кім екеніңізді білетін бір тұлға болмаса, ішіңізде принциптер болмаса, сіздің өміріңізді всегда басқа адамдар басқаратын болады. Бұл кітап соны үйретеді. Мен бұл кітапқа, наверное, тағы да бір выпуск арнаймын, чисто осы кітап үшін. Так что балалар, ақшаларыңды таямаңдар, уақыттарыңды таямаңдар, бұл кітапты алыңдар, оқыңдар, бұл кітап сіздерге точно пайдасын тигізеді. Басқасын білмеймін, басқа кітаптар, бірақ именно осы кітап адамға точно пайдасын тигізеді. Бұл кісінің кітаптары, жалпы бұл адам, Сайдмұрат Давлатов деген кісі. Сайдмұрат Давлатовты өзімнің наставнигім ретінде қабылдаймын, бірақ та ол мен туралы ештеңе білмейтін шығар, менің кім екенімді. Бірақ та бұл кісіні мен өте қатты құрметтеймін. Бұл кісі менің ұстазым, хотя ол мені танымайды. Оның осы СНГ бойынша Қазақстанда, Россияда, Қырғызстан, басқа бүкіл СНГ-да өзінің бизнестары бар. Өте үлкен бизнес бар, менің ойымша примерно 24 бизнесі бар ғой деймін. Өте білімді кісі, көп оқыған, көптеген бизнестер. Мына Стивен Кови деген кісі мына кітапты жазған. Вот Давлатов сол кісіден барып оқып келген. Және мен сіздерге осы кісінің кітаптарын оқуға кеңес беремін.
екеуінде осы екі кітапты сіз оқысаңыз, сіз уже точно білетін боласыз, ақшаны қайда құрту керек, қалай құрту керек, қанша пайызды ақшаның садақаға беру керек, қанша пайызды өзің ұстау керексің, қанша пайызды болашаққа сақтап қою керек ақшаның. Сіз машина сатып алдыңыз, иә? Егер каждый машина сатып алған адам көшеге праваға тапсырмай, праваны оқымай, жол ережесін үйренбей көшеге шығып кетсе, онда біздің көшемізде қандай хаос болушы еді. Егер сіз жол ережесін білмесеңіз, сіз бірінші столбқа барып соғыласыз, дұрыс па? Өйткені жол жүруде өзінің ережелері бар. Ол ережені сіз сақтау керексіз. Ол ережесіз жүре алмайсыз ол жерде. Финансовый әлем тоже самый. Егер біз ақшаны сақтауды білмесек, сақтаудың ережелерін білмесек, біз ақша біздің қолымызға қалай келді былай, солай кетіп қалатын болды. Осы екі кітапта сол қолымызға түскен ақшаны қайтып сақтау керектігін үйретеді. Және де ақша туралы ғана емес, бұл кітапта адамның тоже өзінің жеке тұлғалық дамуына арналған бөлік бар. Адамның рухани дамуы барлығы осы кітапта жазылған. Бұл кісінің кітаптары өте көп. Духовные законы богатства деген кітап бар. Мен бұл кітапты қазір оқып жатырмын в данный момент. Мне тоже Сайдмурод Давлатовтың кітабы «Стратегия мышления богатых и бедных». Байлар мен кедейлердің ойлау стратегиясын салыстырады. Любой бір ситуацияда байлар қайтып ойлайды, кедейлер қайтып ойлайды. Мынау да Сайдмурод Давлатовтың кітабы, по-моему, ең соңғы шыққан кітап, «Как стать миллионером на территории СНГ» деген. Бұл кітапты мен әлі оққан жоқпын, мойындаймын. Басын оққам, оқимын, бітіремін, содан сіздерге бұл кітап туралы толығырақ айтып беремін. Міне кітапты мен жақында алғам. Марвиннан сатып алғам. «Сокровища мировой мудрости» деп айтылады. Кім жазғанын білмеймін, шынымды айтсам. Бұл кітапты маған самый ұнағаны, өзім көпсі қандай семіз кітап. Бұл кітап, былайша айтқанда, көптеген бизнес кітаптардың, көптеген сол тренингтардың, ең бастысы әлемдік діндер, яғни христиан діні, мұсылман, буддизм, Библиядан, Құраннан, әртүрлі қасиетті кітаптардан ең адамға керекті самый главный мудросттарды осы кітапқа автор сыйғызған екен. Менің камерам қызып кетті жаңа. Ау. Осындай бір түрлі адамдар жүрді үйдің ішінде. Мына кітап «Четвертая промышленная революция» деп аталады. Маған вообще фокус түсіп тұр ма, мына жерде түсіп тұрған жоқ па? Бұл болашақ туралы кітап. Жақында, алдағы 50 жылда біздің болашағымыз қалай өзгереді, қандай жаңадан мамандықтар пайда болады, қандай мамандықтар жоғалып кетеді. Қазіргі таңда актуальный болып тұрған мамандықтар алдағы 10-20 жылда ешкімге керексіз болып қалады. Өйткені жасанды интеллект көп адамдар жұмыссыз қалдырады. Бұл кітап, по-моему, қазақ тіліне аударылған рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша бұл кітап қазақ тілінде бар. 4-ші өнеркәсіптік революция деп аталады. Жалпы мен бір видео блог дайындап жатырмын, жақында жоғалатын мамандықтар деген. Ол алдағы айда менің YouTube каналыма шығады деген ойдамын. Негізінде мен ол видеоны бұрында түсірмекші болғам, және осы кітапты мен тура сол видеоны түсіру үшін сатып алғам. «Четвертая промышленная революция» керемет кітап, маған өте қатты ұнайды. Мен бір рет оқып шықтым. Және мен тағы да бір себеп бұл кітапты алуым. Мен кинорежиссер ретінде өзім кинома сценарий жазу керекпін ғой. Сол үшін маған андай фантастика жанры өте қатты ұнайды. Және де сол киноға идея алу үшін мен осы кітапты сатып алғам. Мен кітапты тұлғалық даму үшін алам. Алсам, өзімді интеллектуально дамыту үшін, бір бизнес жағынан білім алу үшін, және де мен өзімнің профессионал ретінде кәсіби деңгейімді дамыту үшін кітаптар алам. Ол яғни кино режиссура және сценаристикаға көмек береді-ау деп алатын кітаптарым бар, және бұл кітап сол үшін алғам. Бұл Шамиль Аляутдинов деген кісінің кітабы. Ол кісіні сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме, білмеймін. Білесіздер ме, білмейсіздер ме? Білмеймін. Шамиль Аляутдинов деген бұл кім деп айтуға болады, білмеймін, бизнес-тренер деп айтайық. Ол бизнесқа үйретеді, бірақ та мұсылмандық бағытта, яғни ол кісі өзі өте діндар кісі. Қателеспесем, ол имам ғой деймін Россияда. Кешіңіз, мен ол кісі туралы көпшілікке білмеймін, бірақ та кітаптары маған өте қатты ұнады. Яғни діни тұрғыда кейбір нәрселерге жауап береді, яғни қалай инвестиция жасау керек, қалай ақшаны сақтау керек. «Триллионер слушает» деген кітап, және «Деньги под контролем» деген кітап. Алан Барбера «Пиз. Язык телодвижения» деген кітап. Негізінде бұл кітап туралы көпшілікке айтпай отыр, мен бұл кітапты жай оқығам. Адамның қимылдарына қарап, адамның психологиясын анықтауға арналған. Адамның қалай отыратынына қарап, адамның қандай екенін айтуға болады деген сияқты ғой. Сенің қалай жүретініңе қарап, сенің кім екеніңді айтып береді, характеріңді айтып береді, темпераментіңді айтып береді. Бұл кітапты мен не үшін алдым? Жақсы сценарист болу үшін алғам. Яғни адамның психологиясын кішкене түсініп, сценарий жазған кезде маған көмекті болады-ау деп алған кітабым, яғни кәсіби даму үшін алғам. Бұл кітап сіздерге вряд ли керек болады.
притча деген нәрселерді өте жақсы көремін. Жалпы притча деген нәрсе ол қалай шыққан нәрсе? Біз адамдар жай былай айтылғаннан қарағанда, бүйтпе, сөйтпе, бүйтпе, бүйтпе деп айтылғаннан қарағанда, оқиға түрінде айтса бізге, история ретінде айтса, біз оны есімізге тезірек жаттап қаламыз. Және бұрынғы заманның данышпандары, мудрецтары оны білген, және де өзінің оқушыларына сабақ миларында точно қалу үшін оны әңгіме ретінде айтқан. Осы қателеспесем, өтірік айтуым да мүмкін. Қателеспесем, кім еді анады? Ой, ё-моё, кім еді анады? Ё-моё, ұмытып қалдым. Біреудің аты кім еді? Қожа Насыр деген кісі өмірде болмаған дейді. Және де ол кісінің оқиғасы сол ескі заманның данышпандарының, мудрецтарының адамдарға бір даналығын беру үшін құрастырылған оқиғалар деп айтылады Қожа Насырдың. Мен притчаларға арнайы видеолар түсірем, анимациялармен, құдай қаласа. Күтіңіздер. Бұл кітапты да мен негізінде сценаристика үшін алғам, сценарий жазу үшін, сценарийға идеялар алу үшін. Голливудский стандарт деген кітап бар. Сіздерге керек болмайды, бірақ та мен өзім сценаристиканы үйрену үшін, оқу үшін осы кітапты алғам. Бұл да менің өзімнің кәсіби дамуыма арналған кітаптар. Құпия деген кітап, мен бұл кітапты оқыған жоқпын, бұл менің кітап емес, бұл менің досым Заңғар деген баланың кітабы. Қазір мына жақта жумам көріп жатыр. Қуаныш Шонбайдың менде бір кітабы бар, екінші болма деген. Бірақ та өкінішке орай ол кітапты да мен оқыған жоқпын. Барлығы айтады, күшті кітап дейді, уақыт тауып оқу керек. Тағы да бір кітап бар, ол мына жерде жоқ, бірақ самый менің жақсы көретін кітаптарымның бірі ол «Каменное лицо, черное сердце» деген кітап. Мен сіздерге барлықтарыңызға кеңес беремін, мына кітапты оқыңыздар. Бұл кітап маған қатты ұнайды. Және де бұл кітаптың самый главный сути басқа адамдардың ойлары адамға әсер етпеу керек. Жаман ойласын, жақсы ойласын, ол саған әсер етпеу керек. Сен өзің не туралы ойлайсың, өзің туралы. Сол маңызды болады. Яғни Қытайларда бет ретінде адамның имиджін айтады. Имидж болғанда адамның өзі туралы ойын олар бет деп есептейді. Каменное лицо бетің тас сияқты ештеңені қабылдамау керек. Сен туралы біреу бірдеңе десін, саған әсер етпеу керек. Черное сердце деген сен өз жүрегіңе еш нәрсе қабылдамау. Өз жүрегіңе ештеңені алма дейді былайша айтқанда. Қандай қиындық болсын, қандай қиын сәт болсын, адам темірде мінезін ұстап тұру керек. Жай өмірде адам мінезін дамыта алмайды ешқашан. Адам мінезін дамыту үшін, характері мықты болу үшін адамда міндетті түрде қиыншылықтар болу керек. Мысалы, ойлап қараңыздар. Қылыш бар, иә? Егер мықты қылыш жасау үшін не керек? Мықты қылыш өзімен өзі бір пайда болмайды, күннің астында, бір жылы погодада мықты қылыш олай пайда болмайды. Мықты қылышты жасау үшін біз ол қылышты отқа да саламыз, суық суға да саламыз, оны балғамен де ұрамыз, сол кезде ғана мықты қылыш пайда болады. А былай қылыш жасау, ондай қылыш ешқашан шықпайды. Адамның мінезі де тура солай. Біз мінезіміз мықты болу үшін бізге қиындықтар керек. Біз сол қиындықтардан закаляться етеміз. Вот осы кітапта мен түсінгенім, самый главный түсінген нәрсем сол. Кітап өте керемет. Жалпы мен Қытай халқының осындай бизнес кітаптарын өте жақсы көремін. Сонымен достар, видео осы. Бұл менің самый жақсы көретін кітаптарым болған. Маған реально пайдасы тигізіп, реально көмектескен кітаптар. Сіздерге ұнайтын кітаптарыңызды, сіздерге лично өзіңізге ұнайтын кітаптарды комментарияға жазыңыздар. Мен міндетті түрде комментарияларыңызды оқимын, бәлкім сол кітапты алып оқып шығатын да шығармын. Және егер кітап туралы жазсаңыздар, кітаптың қысқаша описаниясын қандай пайда тигізеді, комментарияға жазсаңыз болады. Және де достар, менде мынандай идея пайда болды. Давайте Телеграмда или басқа бір жерде бір чат ашайық. Қалай қарайсыздар? Сол жерде біз өзімізге жақсы әсер еткен кітаптар туралы бөлісетін боламыз. Давайте мен Телеграмда өзім бір канал ашайын. Сол жерге сіздерге оқып жатқан кітаптарым туралы жазатын боламын. Видеоның астына қараңыз, егер мен ашсам, ол ссылкасы астында тұрады, сол каналдың, иә. Тіркеліңіздер, егер Телеграм болса сізде. Әрине бар, мен қызық сұрақ қойып отырмын. Сонымен достар, сіздерге осы кітаптарды оқуға кеңес беремін. Жалпы кітап оқуға кеңес беремін. Біз білім алуды ешқашан тоқтатпау керекпіз. Адам адамнан тек қана ақыл ойымен ғана асады, деп Абай атамыз айтқан. Сонымен достар, видео аяқталды. Комментария жазамыз, лайк басамыз, мына жерде колокольчикті басып қойыңыздар. Және айтпақшы достар, мен өзіме тағы да бір YouTube канал ашып жатырмын. Не себепті? Енді мен сол каналда өзімнің осы каналда әрине қазір видеолар шығатын болады бастапқы кезінде, бірақ та мен ақырын сол каналға қарай ауысатын боламын, подписчиктарымды да барлығында. Не себепті? Менде мына каналда монетизация істемейді. Маған YouTube страйк беріп жатады, өмір бақи ешқашан монетизация қосылмайды, өйткені мен авторский праволарды өте көп бұзамын. Сол себепті сол каналға да тіркеліңіз. Және де айтпақшы достар, менің
Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және білмеймін, қазір ойланып көремін. Және может осы кітаптардың ішіндегі бір кітапты Инстаграм арқылы конкурске қоямын. Может осы кітаптардың біреуі енді сіздікі болуы мүмкін. Так что мен Инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен достар, видео аяқталды. Сіздермен сөйлескеніме өте қатты қуаныштымын. Мен сіздерді сағынып кеттім. Сендермен қанша уақыт болды сөйлеспегелі. Сол достар, аман болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар. Су кетті. Сені жылататын, сені жылататын да енді сұмырай жоқ, енді сұмырай жоқ. Уақытпен достасып алдым, уақыт көлігіммен енді зымыраймын, енді зымыраймын.